Құрметті Ақтөбе гуманитарлық колледжінің ұжымы. Қазақта көген, көген түп, көген көз деген сөздер бар. Биыл мерейлі 100 жылдығын атап отырған Ақтөбе гуманитарлық колледжі бір ғасыр бойы қазақ халқының білім көгеніне көген көздерді қазықтап, көген түп енші берген оқу ордасы. Сол білім кеңістігіне 1985-89 жылдары 32 көген көз ендік. Ол кезде қазіргі Ақтөбе гуманитарлық колледжі Ақтөбе педагогикалық училищесі аталды. Білім ордасы табалдырығын 15 жастағы бала көңілімізбен жүрексіне жатырқаяттадық. Бір көргеннен-ақ білімгерді өзіне еңбегімен баулыған, махаббатымен майлаған ұстаздарымыз бен тәрбиешілеріміздің біліммен сусындаған 4 жылда бергені мол болды. Тобымызға жетекшілік жасаған, темірдей тәртіпке түсірген, әдемілік пен ұстамдылықтың шеберлігін өз бейнесімен, жеке бас үлгісімен қалыптастырған Дина Төлебайқызы мен Үсенова Гүлнар апайларымыз, қазақ тілі мен әдебиетінің терең тылсымын сезініп, құпиясына ынтықтырған, білімді тек кітаптан ғана емес, ақын жазушылармен кездесу арқылы, әдебиет үйірмесі арқылы, көркемсөз оқу сайыстары мен қабырға газеттерін дайындату арқылы жиюға үйреткен, диктант жазғызып, соңынан қатемен жұмыс жасатып, сауаттылыққа төселдірген бір алуа Зоя апайымыз, сандар сырын санамызға құйып, ұқпағанымызды ұғындырған Базарбаева Айша Базарбайқызы, орыс тілі мен әдебиетінің алғашқы сабағында бастан-аяқ орысша түсіндіріп тұрып, айналайындар деген қазақшасымен орысшадан үркіп отырған ауыл баласының жүрегін шымырлатып, жылылық ұялатқан Мазитова Галина Романовна, тарихтың тылсымын, концлагердегі жауыздықтарды тарихи суреттермен төбе құйқаңды шымырлатып, жауыздықтың ызғарын тұла бойыңмен сезіндіретін, тарихи оқиғаны көз алдыңа әкеліп суреттейтін, сол арқылы өз пәнін терең меңгерткен Қауанова Қибат апайымыз. Физика заңдылықтарын тәжірибе жүзінде анықтаған ғалымдарды атап тұрып, енді Шиннің жасаған тәжірибесі деп әзілдейтін Жұмалин Қанаш ағайымыз. Тақтаға сызған сызықтар мен фигуралардың айырмасын таптырып, нәтижесінде бәрі бірдей екенін психологиялық тұрғыдан дәлелдейтін, адам жанының құпия сырларын сезінуге тәрбиелеген Беріков Нетжан Берикович, педагогика ғылымының ауыр жүгін болашақ мамандығымыздың жауапкершілігіне сай жүктеген Мұханова Светлана Насурлаевна мен Нұрия Елеуовна, сурет салудың қыр-сырын үйреткен Исмаил Бесет Ахатович ағайымыз, ән салуға төселдірген туған жер, анашым әндерін орындағанда ата-анамызды сағынып жылап қалатын көген көздермен қоса көз жасын сығып алып шәкірттерін әнмен жұбататын Нұртазина Нағима апайымыз, баян тартуды үйреткен Бегнязов Болат Бектұрович, бәрі күні бүгінге дейін көз алдымызда. Ақтөбе педагогикалық училищесі қабырғасында өткізген әр күніміз алдын ала жоспарланған, орындалуы қатаң қадағаланатын, сабақ кестесінің орындалмай қалатын күні жоқ. Түскі ас уақытында барлық білімгерді асханада тегін тамақтандыратын, күн тәртібіне сай жатақханада таңғы жаттығу жасалатын, сабақ дайындау уақыты нақты белгіленіп, сол уақытта сабаққа әр білімгердің қалай дайындалып жатқанын оқу секторлары тексеретін, кезекшілік кестесіне сай бөлме тазалығын кереует ернеуіндегі шаңды саусақпен сүртіп көріп тексеретін темірдей әскери тәртіппен өткеніне қуанамыз. Бүгінгі күн тұрғысынан қарап, ол қалай? Бөлмеңе кіріп оқуыңды, тазалығыңды тексеру, жеке кеңістігіне қол сұғу емес пе дейтін ұрпақ үшін тосындау көрінері анық. Сондай тәртіптің ішінде рухани байлығыңды, өнеріңді дамыту, мұрағат пен мұражайға бару, кештерде домбырамен, гитарамен, баянмен ән салу, патриоттық әндер сайысына топпен дайындалу, тағы сол сияқты шаралар да ұйымдастырылып жататын. Кәмелеттік жасқа толмаған әр білімгер үшін ата-ана алдында, отан алдында жауапкершілік арқалап, ол істерін жоғары деңгейде атқарған ұстаздар ұжымына барлық түлектер атынан, оның ішінде 1985-89 жылдары бастауыш мектеп мұғалімі және ұзартылған топ жетекшісі мамандығында білім алған 32 білімгер атынан алғыс айтамыз. 1989 жылы осындай білім көгенінен енші алған түлектеріңіз еліміздің жоғары, орта, мектепке дейінгі білім беру саласында, әскери салада, өзге де салаларда көгендерін майлап жүр. Табысты еңбек етіп, еліне қызмет көрсетіп, шәкірт тәрбиелеп, егісті жалғап келеді. Олардың ішінде ғылым жолында еңбектеніп, ғылыми дәреже иеленіп, батыс өңірдегі іргелі оқу орны
Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің оқытушылары, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, жоғары оқу орнының үздік оқытушысы грантын иеленген Иманғалиева Базархан Сагинаевнаны, филология ғылымдарының докторы, профессор, жоғары оқу орнының үздік оқытушысы грантын иеленген Садирова Күлзат Қаниқызын, мектеп директоры Қалиева Жанат Қазбековнаны, балабақша меңгерушісі Бахитова Гүлсараны және өз саласында адал да абыройлы міндетін атқарып жүрген жоғары санатты мұғалімдерді атауға болады. Педагогикалық оқу орны ұжымының еңбегінің қайтарымы әр түлектің елі мен жеріне адал қызмет етуі, әр түлектің абыройы мен табысының, жеткен жетістігінің негізінде осы білім көген түбінен қазіргі Ақтөбе гуманитарлық колледжінен егерген сартабан білімдері жатыр. Сондықтан да біз, түлектер, 100 жастағы қазыналы оқу орны ұжымын құттықтай отырып, құрметпен бас иеміз. Кезінде қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры, қазақ тіл білімінің негізін қалаушылардың бірі Құдайберген Қуанұлы Жұбанов пен академик, филология ғылымдарының докторы Сыздықова Рабиға Сәтіғалиқызы еңбек еткен білім ордасында академиялық рух бар. Сол рух ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күні 100 жасқа толып отырған білім көген түбінің білім беруші педагогтерді дайындаудағы қуатын арттыра берсін. Заман талабына толық жауап беретін, еңбек нарығындағы бәсекелестікке төтеп беретін, кәсіби құзыреттілігі жоғары мамандар дайындай беріңіздер. Игі тілекпен 1985-89 жылдар арасында бітірген түлегіңіз Күлзат Қаниқызы.